Бұл Бахашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Қытай тілін үйренуге арналған видео сабақтарымызды бастаймыз. Бірінші видео сабағыңызда сәлем деген сөзді үйренетін боласыздар. Кез келген тілді үйренген кезде міндетті түрде сөйлеу, оқу, жазу қабілеттерін бірге дамыту керек. Осының барлығын сіздерге үйрететін боламын, әрі практикада болады. Телеграм группамыздың сілтемесін бұл видеоның төменгі жағында таба аласыздар. Телеграм группамызда қытайша жазасыздар, бір-бірлеріңізге бір-бірімізді тексереміз, әрі аудио хабарлама жібересіздер, өздеріңіздің қытайша сөйлегендеріңізді жібересіздер, соны тексеріп беретін боламыз. Әрі осы видеоның төменіндегі пікірлердің арасында қытайша жазып, бір-бірімізбен сөйлесе аламыз. Ал енді Қытай иероглифімен танысайық. Әр иероглифтің пинині болады. Пинин латынша әріптерден тұрады, әрі 4 тонның біреуі. 4 тон жайлы біраздан кейін айтатын боламын. Сіз бұл Қытай иероглифін қолмен жаза алатын мүмкіншілігіңіз де бар. Бұл видеоның төменде басқа да сілтемелер бар. Қалай Қытай иероглифтермен қолмен жазу керек, телефонда немесе компьютерда қалай жазу керектігін сол жақта көрсетемін, кіріп қарап алыңыздар міндетті түрде. Ал енді 4 тон жайлы айтып берейін. Әрине 5-ші тон да бар, ол 0-ші тон деп те аталады. Оны басқа видео сабақтарда айтатын боламын. Қараңыздар, 1-ші тон түзу сызық, даусыңызда түсу шығу керек. Немесе қазір бірінші иероглифімізді үйренетін боламыз, ол ни деп оқылады. Ни. Көрдіңіз бе? Түзу сызық. Ни. Енді 2-ші тон, қараңыз, сызық көтеріледі, дауыс та көтерілу керек. Таңғалған сияқты. Ни. Көрдіңіз бе? Дауыс көтеріледі. Ни. Енді 3-ші тон, төмен, жоғары. Даусыңыз да солай. Ни деп оқисыз. Енді 4-ші тон төмен қарай. Ол даусыңыз да құлау керек төмен қарай. Ни. Енді қараңыздар, мен тондарды айтқан кезде, немесе иероглифтарды оқыған кезде қытайша нұсқасын міндетті түрде кішкене кідіретін боламын, пауза беретін боламын. Сол кезде сіздер міндетті түрде даусыңызды шығарып, анық, мұқият қайталаңыздар, жарай ма? Ұялмаңыздар. Әрине, әр айтқан сайын сізге қайталаңыз дей беру ыңғайсыз. Сол үшін мен аздап кідіремін. Ол не деген сөз? Сол кезде сіз міндетті түрде қайталаңыз, жарай ма? Ал кеттік. Енді мына 4-ші тондарды 2 реттен бір оқып шығайын, сіз бірдей қайталаңыз. 1-ші тон. Ни. 2-ші. Ни. 3-ші. Ни. 4-ші. Ни. Міне осылай 4 тондарды айтасыздар. Ал енді жаңағы иероглифке қайтадан оралайық. Қараңыз, бұл сіздің бірінші иероглифіңіз, оқылуы ни. 3-ші тон, міндетті түрде. Ни. Мысалы, бұл иероглифті көріп, бұлай айтуға болмайды. Бұнау ни ғой? Бұл ни емес. Бұл ни. Міндетті түрде, жарай ма? Осыған мұқият болыңыздар. Ни мағынасы сен. Ал енді келесі иероглифқа көшейік. Оқылуы хау. Байқағаныңыздай, мен хао деп оқымадым, хау деп оқыдым. Неге? Өйткені пининнің ішінде дауысты дыбыстар а, о бірге келген кезде а, у болып міндетті түрде әр қашан оқылады, жарай ма? Соны есте сақтаңыздар. Бұл хау деп оқылады. 3-ші тон. Хау, жарай ма? Тағы да хау. Тағы да айтайын дегенім, 3-ші тон тек қана аның үстінде. Хау. Уға кетіп қалмау керек. Мысалы былай, хау деп кетіп қалмау керек. Хау деп қана оқуыңыз керек, жарай ма? Тағы оқимыз. Хау. Мағынасы жақсы. Бұл иероглифтің мағынасы жақсы. Демек, сен жақсы, енді екеуін қосайық, бірге оқылады ни хау. Әрине, осы жерде тағы да бір кішкентай ереже бар. 3-ші тондар қатарынан келген кезде соңғысы 3-ші тон болып қала береді, ал алдыңғылары барлығы 2-ші тон болып оқылады. Мысалы, бұл сөз ни хау деп оқылады. Әрине, бұлай да сіз айтқан кезде де қиын. Бәрін 3-ші тонмен айтқан қиын. Мысалы, қараңыз. Ни хау. Олай қытайлардың айтқанын естімеген шығарсыз. Ни хау үйтіп айту да қиын. Сол үшін, әрине мен болашақта пининдар жазған кезде барлығын 3-ші тонмен жазамын. Керек жерлерінде 2 деп көрсетпеймін, бірақ оқыған кезде дұрыс оқитын боламыз бірге. Әрине мен естеріңізге салып тұрамын. Тағы да оқиық. Бұл сөзді оқимыз.
сен жақсы, екеуі бірге болған кезде сәлем. Оқимыз, қайталаңыздар, бірдей. Ни хау. Ни хау. Ни хау. Ни хау. Осылай айтасыздар, жарай ма? Әрине, жаңағыдай басқа видеоларды қарап, жазылуын көріп алғаннан кейін группаға өтіңіздер, бір-бірімізбен сөйлесейік, практика жасайық, әрі пікірлердің ішінде қытайша жазыңыздар, бір-бірімізбен сөйлесейік. Міне бірінші сөзіңізді де үйрендіңіз. Көрдіңіз бе? Қытай тілін үйрену оп-оңай. Келесі видео сабақтарда оған көзіңіз одан сайын жететін болады. Айтпақшы, егер бұл видео сабағым сізге ұнап жатса, міндетті түрде қолдап, лайк басып таныстарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Бұл Бахашак онлайн, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте.